Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгін 9-шы сабақты өтеміз. Біртіндеп оқимын. Ал кеттік. Бірінші. Мән хәзәр раджул. Мынау ер адам кім? Хуа Аббас. Ол Аббас. Аббасун тәжір. Аббас бізде саудагер. Аббасун тәжирун ғани. Аббас бай саудагер. Хамидун мударрисун. Хамид мұғалім. Хамидун мударрисун жадид. Хамид жаңадан келген мұғалім. Мә хәзә, бұл не? Хәзә туфах, бұл алма, туфах деген алма. Әт-туфаху фәкихәтул ләзизә. Алма өте дәмді жеміс. Өте емес, енді дәмді жемістің түрі деп тұр. Фәкихәтун жеміс, ләзизә деген дәмді. Мә зәлика, анау не? Зәлика ғусфур. Ол торғай деп тұр. Әл-ғусфуру таирун сағир. Торғай кішкентай ғана құс. Таирун деген құс, сағир деген кішкентай. Әл-арабияту луғатун сәхля. Арабияту деген араб тілі, луғатун тіл деп тұр. Сәхля деген жеңіл. Сонда араб тілі жеңіл тіл деп тұр. Келесі. Әл-арабияту луғатун джамиля. Араб тілі әдемі тіл. Аммарун талибун муджтахид. Ва махмудун талибун кәсілән. Аммар студент, талибун студент, муджтахид. Муджтахид деген бізде талапшыл, старательный деген аударылады. Уә Махмудун және Махмуд талибун кәсілән. Кәсілән деген жалқау. Сонда Махмуд жалқау студент деп тұр. Мән әнтә. Сен кімсің? Әнтә деген сен деп аталады. Сонда сен кімсің деп тұр. Әнә талибун. Мен студентпін деп тұр. Әнтә талибун жадид. Сен жаңадан келген студентсің бе? Нәм. Әнә талибун жадиді. Мен жаңадан келген студентпін деп тұр. Келесі бізде жаттығу, read and write, яғни оқып жазыңдар дейді. Мен кейбір сөйлемдерді аударып берем, жарай ма? Бірінші, Мухаммадун талибун қадим. Мухаммад қадим деген бізде ескі дейді, яғни бұрыннан келе жатқан. Мухаммад бұрыннан келе жатқан студент. Келесі, әзәликар раджулу мударрисун жадид. Бұл жерде анау ер адам жаңадан келген мұғалім бе дейді. Жадид деген жаңадан келген ғой. Сосын бар оны жауап беріп тұр. Лә хуа тобибун жадид. Жоқ, ол жаңадан келген дәрігер. Келесі, хәзә дәрсун сәхлун. Яғни бұл жерде бұл өте оңай сабақ деп тұр. Дәрсун деген сабақ, сәхлун деген оңай. Келесі, Аббасун тәжирун шахид. Аббас тәжир деген саудагер, шахир деген бізде атақты. Аббас атақты саудагер. Келесі, Билалун мухандисун кабир. Билал бас инженер. Ил-инкилизияту луғатун сағба. Яғни ағылшын тілі қиын тіл. Сағба деген, сағбатун десек те болады, қиын дегенді біледі. Луғатун деген тіл. Келесі, сен бай ер адамсың ба деп тұр нақты. Жоқ, мен кедей ер адаммын деп тұр. Фақир деген кедей. Келесі, әнтә мударрисун қадим. Лә, әнә мударрисун жадид. Бұл жерде қадим деген ескі, жадид деген жаңа, мударрис деген мұғалім. Келесі, Хамидун талибун кәсілән. Яғни Хамид, талиб деген бізде студент, кәсілән деген жалқау. Сонда Хамид жалқау студент бе деп тұр. Лә хуа талибун муджтахид. Жоқ, ол старательный, яғни талапшыл студент. Келесі,
әл-Қахирату мәдинатун кәбир. Яғни, бұл жерде әл-Қахирату деген бізде Каир деген қаланы айтып тұр. Мәдинатун кәбир. Мәдинатун деген ол қаланы білдіреді. Аудармасы қала. Үлкен қала деп аударылады. Жаңадан жерді аударайық. Бірінші, әл-луғату бұл бізде тіл. Әт-таир құс. Жауану аш, қарнаш адамды айтады. Ғадбану ашулы. Шахир атақты. Әл-яум бүгін. Атошан шөлдеп тұрған адамды айтады. Әл-ғусфур құс. Әл-мәдина қала. Кәслян жалқау. Мәлән бұл бізде толып тұрған, ағылшыншада full. Әл-яум бүгін. Осымен сабақ аяқталды. Баршаларыңызға ассаламу алейкум.